Сәлем, менің атым Александра. Бүгін мен сізге постердегі қоймаларды ішінара түгендеуді қалай жүргізу керектігін айтамын. Әкімші бақылау тақтасын ашып, қоймаларды түгендеу қойындысына өтіңіз. Қосу түймесін басып, түгендегіңіз келетін қойманы таңдаңыз. Содан кейін түгендеудің жабылу күнін таңдаңыз. Егер сіз қалдықтарды қазір санап жатсаңыз, уақытты белгілеңіз, немесе қалдықтарды санап қойған болсаңыз, кері санаңыз. Олай болса, санау күні мен уақытын қосуды ұмытпаңыз. Ішінара түгендеу түрін таңдаңыз. Енді жылдам іздеуде санат немесе өнім атауын енгізіп, оларды құсбелгілермен белгілеңіз. Сақтау түймесін басыңыз. Егер түгендеу кезінде сізде әлі де дайын тағамдар немесе өңделген тағамдар болса, олардың санын техникалық карталар және өңделген тағамдар қойындысына енгізіңіз. Ол үшін нақты қалдық бағанын техникалық картаға немесе өңделген тағамға қарама-қарсы қойыңыз. Постер оның қалдықтарын ингредиенттерге бөліп, олардың санын ыдыс аяқпен өңделген тағамдардағы нақты қалдық бағанында көрсетеді. Енді ингредиенттер мен өнімдер қойындысына оралып, нақты қалдық бағанын толтырыңыз. Қоймадағы заттар мен ингредиенттердің санын жазыңыз. Постер ақша мен өнім санындағы айырмашылықты автоматты түрде есептейді. Түгендеу түймесін басыңыз. Дайын. Жабық түгендеуді өңдеу үшін оның жанындағы 3 нүктені басып, өңдеу пәрменін таңдаңыз. Өңдеулер жасап, түгендеу түймесін қайтадан басыңыз. Толық түгендеу үшін жаңа түгендеу парағын қосқанда толық түгендеу түрін таңдаңыз. Түгендеуді айына кемінде 1 рет жүргізуге кеңес береміз. Бұл барлық сатылымдарды ескере отырып, қоймадағы қалдықтарды бақылауға көмектеседі. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдар керемет өтсін.